Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен керемет фунчоза салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге салатқа қажетті заттар: алдымен ет қажет. Кез келген еттің түрі жарайды. Қияр, тәтті болгар бұрышы, яғни светофор, осындай сары тұсын қолдандым. Сарымсақ, дайын сәбіз салат қолданамын тез жасалу үшін. Және де татымына қарай кориандр, паприка, перец, соевый соус, тұз және де укроп қажет. Өзінің осындай лапшасын қолданамыз. Осындай драконның суреті бар лапша өте жылдам, жақсы дайын болады. Алдымен етімізді турап аламыз. Осылай ұзыншалап тураймыз. Яғни соломка қылып турап шығамыз. Етімізді турап алдық. Енді табамызға май құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Майымызды құйып, осылай етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Кішкене тұз кеткенмен, еттеріңіздің тұзы болса, тұз салмай қойғандарыңыз болады. Минутта қуырып алып, кішкене қақпағын жауып, етімізді пісіріп аламыз. Етімізді қуырып, 5-15 минутқа жауып қойдық піскенше. Енді келесі кезекте көкөністерімізді тураймыз. Алдымен қиярымызды тураймыз. Қиярды да ұзыншалап соломка қылып тураймыз. Қиярымызды турап алдық. Енді болгарскийімізді тураймыз. Болгарскийімізді дәл солай ұзыншалап тураймыз. Болгар бұрышымызды дәл осылай ұзыншалап турап шығамыз. Осылай қайнап тұрған суды құямыз лапшаның үстіне. Сосын үстін 8-10 минутқа жауып қоямыз, сонда қамырымыз пісіп шығады. Қақпағын жауып, бір 10 минуттай ұстаймыз, сонда қамырымыз пісіп шығады. Енді қамырымызды алып сүзіп алайық. 8-10 минуттай өтті уақыт. Сүзіп алдық. Үстіне салқын су құйып, тағы да сүзіп аламыз. Себебі қамырларымыз жабысып қалады. Жабысып қалмау үшін салқын суға салып аламыз. Салқын суға салып жуып алдық. Енді қамырларымызды осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Себебі қатты ұзын, жегенде ыңғайсыз болады. Осылай пышақтың көмегімен кесіп шығасыздар. Болгарскийімізбен қиярымызды саламыз. Үстіне сәбіз салатымызды саламыз. Мен дайын осылай сәбіз салатты қолдандым. Тұзымызды саламыз. Қара бұрыш саламыз. Татымына қарай, егер ашын ұнатсаңыз, көбірек салуға болады. Паприка саламыз. Мен көз мөлшерімен өлшеп сабатырмын. Шамалап жасап жатқан қамырымның көлеміне қарай. Кориандр саламыз. Үстіне асколымызды, сарымсағымызды саламыз. Және де пісіріп алған етімізді саламыз.
соевый соус қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Ал мінекей салатымыз дайын болып шықты. Керемет, түрінің өзі аппетитный болып тұр. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Керемет салат, тойымды салат. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті керемет үй жағдайында жасалынатын қарапайым рецепттер бар.